Мынандай сөз бар, адамдар өздерінің тағдырын өзі жасайды деген сөз бар. Немесе біреулер айтады, бүкіл жақсылықта, жамандықта Алладан болады. Немесе адамның басы Алланың добы деген де сөз бар. Осындай да мағына бар. Бұның барлығы нені білдіреді? Әрбір адам осы бір дүниеге келгеннен кейін оның мойнында бір белгілі бір тағдыр сияқты бір сырлы дүние тұрады екен. Адамдар ойлайды, осы тағдыр дегеніміз мен әу бастан маған жазылып қойылған. Сондықтан сол жерде қалай жазылған, мен солай өмір сүрем. Сол жерде қалай деп айтылған, мен солай болады, оңға да солға да сызылмайды, мен солай кете берем деп ойлайды. Ол дұрыс емес мәселе. Біріншісі сол адам баласы бүкіл жамандықты өзі тілеп алады дейді, жақсылық тілеген дейді. Қалай? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар екен. Өздеріңе жаман дұға қылмаңдар. Егер дәл сол дұға қабыл болатын сағатқа тура келіп қалатын болса, тоқтамайды дейді. Кейде астағфирулла біз балдарымызға ашуланғанда жаман сөздер айтамыз. Әсіресе ата-ана өзінің баласына жаман сөздер айтады. Құрт кет дейді, жаңа тұқымың жойылсын дейді. Бұл жақсы сөз емес негізі бұның барлығы. Бүйтіп айтуға болмайды. Егер сол жерде дәл сол дұға қабыл болатындай жағдайға дұрыс келіп қалса, шынымен ақ сол дұға қабыл болады. Содан кейін молда іздеп жүреді. Бізді біреу дұғалап тастаған, бізді біреу қарғапты, соны оқып бер, оны қалай кетіруге болады, қарғыс дегенді қалай кетіруге болады. Ол палшыға барады, палшы ақымақ қой, ол не біледі дейсіз? Отырып алады, өз-өзіңе тілеп алдың демейді. Ойбай, саған бір көк көз әйел дұға жасапты. Ойланады, ана жеңгем бар екен ғой, өзі сумаңдап жүреді, бітті сол екен дейді, бітті. О, кім жаман, көзі көк адам жаман, кім жаман, о сары адам жаман бола салады. Немесе ана бір қап-қара әйел бар екен дейді. Ол енді ойлаңызшы, өз бәріміздің жанұямызда бір сары бір қарадан бар ғой, өзі әйтеуір бір ағайын туыстан. Жоқ дейінші. Бір сары бір қара бар, табылады ол. Бәріміз жап-жасыл емеспіз ғой, енді мысалда. Бір ретке болатын, өзіміз де қарамыз, өзіміз де сарымыз. Сондықтан сары десе болды, бірден анау еске түсіре саламыз, аламыз да содан жабамыз. Ол олай емес. Біріншіден сіз өз-өзіңізге дұға қыласыз. Кейде бір аяғыңыз шалынып кетеді, немесе жолыңыз болмай қалады, бір қиналып кетесіз, немесе біреулер машинесін жөндеп атады да сосын қарғайды. Бұл қарғыс өз-өзіңіздің қарғысыңыз. Негіз өз-өзіңізге тілеп жатсыз. Дәл сол жерде қабыл болатын уақыт келсе, сол қабыл болды. Сосын сіз тұрып аласыз да, жаңағыдегі ойбай, Құдай саған, мен саған не жаздым дейді. Сол ана палшыға барады. Тура жаңа жоғарыдағы сериал қайталанады ғой. Сол палшы отырып алып, құмалағын ақтырып жібереді, немесе ана картасын ба, кофесін ба ақтарып жібереді да, бітті дейді, сен дуалапты дейді. Ол өзіңіз тілеп алған. Құдайдан өзіңіз тілеп алдыңыз. Сол үшін мына тілге сақ болу керек. Психологияда да сөйтіп айтады. Ойыңа сақ бол дейді. Тіліңе сақ бол дейді. Бұның барлығы материалды деп айтады. Оны қазір айтып жатыр ғой, ол бұрыннан 15 ғасыр бұрын Құранда айтылып қойған. Адам өзінің жамандығын өзі тілеп алады дейді Құдайдан. Ол қалай тілейді? Жаңа дегендей ғой. Ей, сен ақымақсың, жолың болмағырсың. Дәл сондай болады да. Олай айтуға болмайды, түсінесіз ба? Ешқашан жаман сөзді айтуға болмайды. Жаман тілекті тілеуге болмайды. Өзіңізге де тіпті. Өзіңізге де.